Мегина көжешкісі келіп жатыр, Нәркін. Мен білмеймін, дәмін қандай екенін ішіп көрмедім. Сен көжеш көрмедің бе, өмірі? Қойшы, онда көжеш көрмедің бе? Ема, Мариям андай көже онда ішіп көрмедім дейді. Капец! Көжеш көрмедім. Ішінде еще бидай болады. Аласың ба? Алмайсың ба? Анда одноразовый қасы жоқ па? Мен біті аға деймін, ол маған тәте дейді. Біз қазір жолдан тоқтадық. Осындай көже ішуге адамдар уборныйға шығып. Марам мен түсіріптір. Суық көже орғы, сонда іш көрмедім дейді. Капец! Мынандай адам бірінші рет көрдім, 27 теңге көже ішпеген адамды. Мен біті аға деймін, ол маған тәте дейді. Көже жақсы екен, дәмі күшті екен. Бұл қырғыз елінің тамағы екен, қаптама деп аталады. Давайте қазір бірге дәмін көреміз. Бірінші жеп жатыр. Бәріміз де бірдей ішін. Мынандай екен, иә? Сметана домашний. Что? Каша дейді екен. Бұл манты жареный. Каша. Кашан. Я походу, что это блог. Bizim manты. Қыздар суға секірінде жатыр екен, прикиньте. Мен жүзе алмаймын, мен қорқам. Круто пахнет на коне, у него огромный клан, Чина брата Чингисхан. Сендер қанаға таңдырылмағандықтарыңыздан, сендер қанаға таңдырылмағандықтарыңыздан. Бәріңізге қайырлы кеш, уже кеш болып қалды. Біз Қазақстаннан қазір Натура күйіне баратынбыз. Мен сізге білмес екенмін. Мен Татарстаннан қалдым. Қалай десеңіздер, мен Алматыға барғаннан обязательно Европаға бару керек. Потому что автобуспен келген кезде бір жолдардан қатты жүріп мен артта отырған ғой, ұшып кеткенде басым дым өзімді паспортты бір түрлі оңай сезініппін. И еще біз трамплиннен секірдік. Мен секірген жоқпын. До конца бардым да, уже секірейін жатқан кезде мен жүрегіме басым қысым. Айттым, барайын дайындап келіп секірмедім. Енді осылай жүремін.